Баршаңызға сәлем, мен YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздерге өте дәмді чак-чактың бір түрі, тез және оңай дайындалатын түрімен бөлісемін. Чак-чак өте дәмді болып шығады және тез дайындалады. Егер бұрын-соңды жасап көрмеген болсаңыздар, онда менімен бірге жасап көріңіздер. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа керек болады. Шым-шым тұз және ас содасы. Ас содасыны жарты ас қасықпен салдым. Мінекей енді барлығын жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқаны осылай миксеріп алатын болсақ, чак-чактарымыз жеңіл үрпиіп шығатын болады. Яғни дәмі попкорн сияқты болып, өте жеңіл болып шығады. Мінекей жұмыртқамызды көпіртіп алдық. Енді осыған 300 граммдай ұн салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте қатты немесе жұмсақ болмау керек, орташа қамыр илейміз. Чак-чактың осы түрі өте жылдам дайындалады және күнделікті шай ішуге және қонақтар келген кезде де өте керемет чак-чактың бірі. Әсіресе менің енем өте қатты ұнататын болғандықтан осы чак-чакты мен өте көп дайындаймын. Және де бұған бал қолданбайсыз, қойытылған сүтпен дайындалады. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз кішкене қолға жабысады, бірақ та ұн себелеп әдемі қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды, енді пакетке орап тындырып қоятын боламыз. Және әр 15-20 минут сайын қайта қамырымызды илеп, әдемі қалға келтіреміз. Мінекей 10-15 минут өткесін тағы да осылай қамырымызды 2-3 қайтара илеп қоятын боламыз. Сол кезде қамырымыз жылтырап әдемі болып шығады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ әдемі қалға келді. Енді қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Өте қатты жұқада немесе қалыңда болмау керек. Мінекей қамырды жайып алдық. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп кесіп алатын боламыз. Мінекей қамырымызды 2 немесе 3 сантиметр осындай бойын ұзындығында кестік. Ал формасын қалағанша етіп кесуіңізге болады. 4 бұрышты немесе осы мен сияқты кішкене үшбұрышқа ұқсайтын формаға кесіп алсаңыз болады. Барлығын кесіп алдым. Енді табамызды отқа қойып, майымызды құйып қыздыра береміз. Майын көбірек етіп қыздырып табаға чак-чактарымыз аз-аздан салып пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай чак-чактар 2-3 есеге осылай ұлғайып кетеді. Жақсылап араластырып пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай попкорн сияқты өте көп болып чак-чактарымыз осылай үлкейеді. Көріп тұрғандарыңыздай мінекей чак-чактарымыз дайын болды. 3 жұмыртқадан осындай үлкен табақпен бізде чак-чактарымыз дайын болды. Чак-чактар өте күшті әдемі болып үрпиіп шықты. Енді чак-чактарымызды осындай 2 ыдысқа салып алдым.
өйткені бір ыдысқа салған кезде сыймайтын болғандықтан. Мен осындай бутылкадағы сұйықтау сгущенкадан қолданамын, өйткені кішкене сұйықтау болса чак-чактар өте әдемі болып шығады. 2 ыдысқа осылай бөліп алдым және араластырып аламыз. Чак-чактарға араластырып алғасын, оны салқын жерге қойып қоятын боламыз. Мінекей біздің чак-чактарымыз дайын болды. Өте әдемі, дәмді болып шықты. Қонақ келгенде де және де күнделікті шай ішуге де өте керемет чак-чак. Жасап көріңіздер, рецепт сіздердің көңіліңізден шығады деген үміттемін. Және каналыма тіркеліп, лайк басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Чек Айсұлу каналы.